Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен 15-ші топтың ең соңғы бейметалымен танысатын боламыз. Яғни ол күшән, басқаша тағы мышьяк деп атайды. Жалпы енді күшәннің периодтық жүйедегі орналасуына келетін болсақ, оның 4-ші периодта орналасқан. 15-ші топтың негізгі топшасында период, яғни периодтық жүйеде қарап тұрсаңыздар, оның атомдық номері 33 және атомдық массасы 75 жуықтап алған кезде. Күшәннің жалпы атомның құрылысында 33 протон, 33 электрон, 42 нейтрон бар. Электрондық конфигурациясы мына жерде берілген, қарап көрсеңіздер болады. Және оны байқасаңыздар, 4 электрондары 4 энергетикалық деңгейде орналасқан, және соңғы энергетикалық деңгейде 5 электроны бар. Жалпы күшәннің кеңістік атомы валенттілік электрондарда П орбиталда орналасқан. Оның кристаллық құрылымы металлға ұқсас, бірақ ол толық металл емес, сондықтан жартылай металл деп аталады. Негізі оның бір изотоп бар, яғни күшән 75. Сонымен қатар осы күшәнді ашылуы адамзат ертеден ежелден белгілі болған, яғни 13-ші ғасырда неміс ғалымы Альбертус Магнус күшәнді алғаш рет таза күйінде алған болатын. Енді күшән табиғатта бос күйінде сирек кездеседі, көбінесе минералдардың құрамында болады. Арсенопириттің құрамында, реалгардың құрамында, арпименттің құрамында кездеседі. Осындай минералдардың құрамында кездеседі. Күшән көбінесе металл кендерінде өңдеу кезінде алынады. Мысалы, арсенопириттің қыздыру арқылы осы күшәнді алуға болады. Физикалық қасиетіне келетін болсақ, күшән ол сұры түсті қатты зат, сынғыш, металдық жылтыры бар, электр тоғын жартылай өткізеді. Химиялық қасиетіне келетін болсақ, барлық бейметалл сияқты ол оттекпен әрекеттесіп оксид түзеді, хлормен әрекеттесіп хлорид түзеді және металдармен әрекеттеседі. Жалпы күшәннің негізгі химиялық қосылыстарына келетін болсақ, күшән оксиді және күшән қышқылы және күшән хлориді, осындай қосылыстары бар. Формуласын қарастырсаңыздар болады. Мына жерде қолданылуына келетін болсақ, ол электроникада жартылай өткізгіштер ретінде қолданылады, металлургияда қорытпалар жасауда және ауыл шаруашылығында кейбір пестицидтерде осы күшәнді қолданылады. Күшәннің туралы қызықты мәліметке тоқталып өтсек, ол өте улы элемент, ежелгі заманда кейбір у ретінде қолданылған. Кейбір микроорганизмдер күшән қосылыстарымен өмір сүре алады. Жалпы зертханада күшәнмен жұмыс жасаған кезде қорғаныс қолғаптарын қолданған жөн. Олары демалмау керек, жақсы желдететін жерде жұмыс істеу керек. Болашақта осы күшән өте маңызды, себебі ол электроникада жартылай өткізгіш ретінде қолданылатын. Сонымен қатар жаңа материалдар алуда осы күшән маңызды. Бүгінгі сабақ туралы сұрақтарыңыз болса, төменде жазып өтіңіздер және сілтемеде берілген тест пен тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.